Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Сендерге бүгін «Ұят деген не» деп аталатын кітаптан Оразбай Байбақұлының ертегілері мен әңгімелер жинағын оқып беретін боламын. Өздеріңе қажетті тұстарын ойларыңа тоқып алыңдар. «Ұят деген не?» Ертегі. Бір аулада тұратын екі көрші екі күшікті асырап алды. Олардың пайда болуы балалардың нағыз ермегіне айналды. Бүлдіршіндер қолдарындағы тәттісін, дәмдісін соларға беріп, ойнап күліп жүрді. Ақтабан аттанған қуаттырақ, мойнағы сәл әлсіздеу, арықтау болатын. Олар да өзара бірін-бірі қуалап асыр салатын. Үлкендер бұлардың жүріс-тұрыстарына қызыға қарайтын. Күндердің күні иесіне мойнақтың алдына шала мүжілген жілікті тастай салды. Қыруар байлыққа кезіккендей ол әлгі жілікті тістеп алып, оңаша тұсқа қарай жүгіре жөнелген. Үйшігінен шыға берген Ақтабан оны байқап қалды. Тістеген сүйегі бар екені көрінді. Аузына су үйіріліп, дәмді асқа тәбеті қозған ол жүгіріп келіп мойнақтан жілікті тартып алды да, етін жеп сүйегін тастай салды да, қалғанын сен мүжі деді, ернін жалап қойып. Ұятсыз. Мойнақ сүйекке қарамай теріс айналып кетті. Ақтабан өзі дүниеге келгелі мұндай сөз естімеген. Ары ойлап, бері ойлап, мағынасын түсіне алмай қойды. Бағанағы сөзді қанша елемейін десе де, көңілінен кетер емес. Үнемі санасында сайрап тұрғандай. Бір күні шуаққа жонын тосып, маужырап жатқан Ақтабанның қасынан көрші үйдің тарғыл төбеті өте шықпақшы болып еді. «Ағай!» деген дауысты естіді. «Не балақай?» «Естімеген бір сөздің мәнісін көптен бері түсіне алмай жүрмін». «Қандай сөз? Ұят деген не?» Солай де. Бұл өте күрделі мәселе», деді тарғыл ағай шоңқиып отырып жатып. «Өзің біреуден бірдеңені тартып алғанда не ойлайсың? Алу керегін түсінемін, басқа түкте ойламаймын. Ал байқаусызда серігіңді қағып өтсең, немесе өзің сияқтыларға тісің батып кетсе, қандай тұжырымға келесің? Қателік жасап алғанымда іштей сезінемін де кешірім сұраймын. Кешірім сұрау санаңа сіңсе, соның өзі ұятты ұғыну болып табылады. Ендеше сенде ұят бар деген сөз. Біздің көпшілігіміз мұндай мәселеге көңіл бөлмейміз, өйткені ұятты ұмытып кетеміз. Біле білсең өзгелерге әлімжеттік жасау, басынып ауызға келгенді айту, бұл нағыз ұятсыздықтың, әдепсіздіктің белгісі. Сен әлі жассың, солай бола тұрса да ұяттың екенін түсінесің. Сондықтан мақтауға тұрарлық төбет болып өсетініңе сенемін. Сау бол шырағым». «Рахмет ағай», деді Ақтабан шын ниетімен алғыс айтып. Есек екен ертегісі. Жаңа туылған көдегіне үңіле берген есек қараңғыда шоқтанып жылтыраған көздерді көріп бөрілер екенін бірден сезді. Қандай жаманшылық кездессе де, ұрпағынан аулақ болғанын қалағандай бұрыла салып, айдалаға қарай шапқылай жөнелді. Топты бөжек соңына түскен ол көдегінен 300-400 метрдей ұзай бергенде біреуі тамағынан, қалғаны саны мен ішіне ауыз салғанын айқын аңғарды. Қалғаны есінде жоқ. Бірер сағаттан кейін арса-арса боп сүйегі жатты. Ал үсті кеуіп, аяғынан әрең тұрғанда көдек не болып не қойғанын мүлде хабарсыз еді. Аяғын әрең басып, жығылып сүрініп мал қорасына қарай жақындады. Шарбаққа жетіп, тәлтіректеп тұрғанда қасына кеше ғана құлыны өлген үлкен торы бие келіп иіскеді. Бұл сүт кернеп сыздаған желініне жармасты. Сәлден кейін тойып алған қодық аяқтарын бауырына жинап жата кетті. Торы бие де сол маңнан ұзай қоймады. Күн көтеріле қодықты ертіп жайылымға беттеген жылқылар тобына қосылды. Сөйтіп екі мұңдықтың бірге өмір сүре бастағанын бір аптадай уақыт өтті. Көдек әбден ширап алды. Бүгін құлындарымен қосылып ойнақтап шапқылап жүрген көдекті ала биенің Алшағыр атты баласын тоқтатты. «Сен кім болдың?» деді оның алғашқы сұрағы. «Құлынмын». «Қойшей, сен құлынға ұқсамайсың. Неге? Тұмсығыңда ерекше жолақ таңба бар екен. Үстіңде жүнің көк, құлағың тым ұзын, жалың да кекілің де жетіспей тұрған жоқ. Оның үстіне құйрығыңда қылшылық қысқа.
Мұндай түсті құлын көрсем көзім шықсын, деді құла биенің баласы Шымыр басын шайқап. Мен мүмкін 10 жылда, 50 жылда дүниеге келетін ерекше құлын шығармын. Өйткені арғымақтар да, тұлпарлар да өзгеше болады дейді ғой. Кім біледі, солай шығар. Алшағыр қос құлағын қайшылап қойды. Бәрі де тай кезінде немесе құнан болар кезінде айқын аңғарылады. Шымыр ойнақтап енесіне қарай шапқылай жөнелді. Өзінің түр-түсі қандай екені әлі белмейтін торы биенің құлыны бір күні бұлақ басында шөлін қандырып тұрғанда тұнық судағы өз тұмсығын көзі шалып қалды. Жөндеп қараса, Алшағыр айтқандай тұмсығында ақшыл көгілдір жолақ бар екен. Құлағының ұзындығын, жалының қысқалығын байқады. Содан бастап құлынмын ба, әлде басқамын ба деп бас қатыра бастады. Ақыры ұшығына жете алмайтын болғасын, ол жайлы ойлануда мүлде ұмытты. Келесі жылы көктемге ауылға есек арбасын сүйретіп Сәлім ақсақал келді. Ол отын тасуға керек болғасын сатып алдым деді. Қорада қамаулы тұрған Алшағыр, сен анадан айнымайсың, деді торы биенің құлыны атанғанды бүйіріне түртіп қойып. Оның үстіне сәл толысқансың, өскен жоқсың, сол аласа күйіңде қалдың. Кенет арбадағы жегілген есек мұны көріп ақырып жіберді. Бұл да жауап ретінде кісінемекші болып еді, онысы ананың даусына ұқсап кетті. Тұнық су бетінен көрген өз бейнесі көз алдында елестегендей боп, қасындағы былтырғы құлын биылғы тайлардың биіктігін байқап, өзінің құлын еместігін, есек екенін іштей сезінді де тағы бір рет бақырып жіберді. Астарлы айла, ертегі, лақ. Таңертеңгілік лақтарынан ертіп жайылымға шыққан еліктер тобы қырқаны құлдилап бара жатты. Шүйгін шөпті күртілдете үзіп жеп, алаңсыз жүрген кенет төбешікке шыққан кішкентай ғана жан иесін төбеден төніп келген бүркіт іле жөнелді. Лақ тыпырлап бара жатты. Оны көзімен көргендері бұта-бұтаның арасына жасырынып, кейбіреулері енесінің бауырына тығылды. Лағынан айырылған жас елік маңырағандай дыбыс шығарып теңселіп кетті. Қапыда тап болған қырсыққа шыдай алмай жылап жіберген сияқтанды. Дүрлігу басылып тыныштық орнағаннан кейін әлі жөнді отығып үлгермеген лақтар бас қоса бастады. Олар үнемі ойланып үндемей жүретін Момын атты лаққа таңдана қарасты. Өйткені ол жотасына еліктің ескі терісін жамылып алыпты. Ал мұның не, деді ширақ атты лақ оның үстіндегісін шекесімен түртіп қалып. Суылық қой. Жаңбыр жауса су өткізбейді. Аспан нөсерлетейін деп тұрған жоқ, ендеше оның керегі не? Ашып айтпаса түсінуің қиын екен. Әнеу күні бір жолдасымызды бүркітіліп әкетті. Бүгін тағы біреуіміз оның тырнағына іліндік. Момын күрсініп қойды. Сақтық қажет, әйтпесе келесі жолы мұндай тажалға тағы да тап болатын шығармыз. Сонымен не демекшісің? Бұл бүркіттің тырнағын сақтап қалатын жамылғы. Солай да ендеше ыстық күнде пысынап, тулағыңды арқалап жүре бер. Ширақ кекете мырс еткендей болды. Көп ұзамай бірер күннен кейін шүйліккен бүркіт Момынның үстіндегі жамылғысын іліп әкетті. Өзі ажалдан аман қалды. Мұны көзімен көрген лақтар Момын көрсеткен жерге барып, аурудан ба әлде бөжектен бе ажал тауып арбиып қаңқасы ғана жатқан еліктің бөлшектеніп кеткен терісін бөлісіп алды. Оны әр қайсы үстеріне жауып алғандай. Бүркіт. Енелеріне шамасы келмейтін бүркіт лақтарды қағып түсуді әдетке айналдырып алды. Бүгін тағы да жортуылға шығып, балапандарды аузын ашып отырған ұясына қонды. Әкелгенін паршалап жібермек болып шоқып еді, тұмсығына жүннен басқа түк телінбеді. Абайлап қараса тулақ екен. Бәсе, бұл неге жеңілдеу болды екен десем, осындай пәлекен ғой. Ол басын шайқап қойып қайта ұшып кетті. Бұл жолы әкелгені тулақ екен. Бүркіт ойланып қалды. Бұрынғылары тәтті әрі дәмдеді. Ендігілері қатқан бірдеңкелер болып шықты. Шамасы терілері тегін қатпайды. Ендеше ішіндегі еттерде шіріген, иістенген шығар. Онымен қоректенген балапандары сөзсіз ауруға ұшырайды. Ендеше оңай олжаға ұмтылам деп бүлдіршіндерімнен айырылып қалар жайым жоқ деп іштей берік тұжырымға келген ол енді еліктің белгілі тобына жоламауды, нәпақаны басқа жақтан іздеу керек екендігін түсінді де ұша жөнелді. Жалақор, ертегі, күдік.
Бұрын ертегі тыңдауды жақсы көретін Мойнақ мектепке барып хат танығалы бері кітап оқығыш болып алған. Бірте-бірте қағаз қаламға жармасып, бірдеңелерді жаза бастады. Бірақ онысын үйдегілердің ешқайсысы да көрсетпейтін. Сөйтіп уақыт жылжып өтіп жатты. Бір күні балалар газетіне «Ауа қандай бал мына, өткен қысқа өкпем жоқ, тереземнің алдына күліп тұрды көктем кеп» деген жалғыз шумақ өлеңі басылыпты. Оны көрген сабақтастары жабыла құттықтады. Шешесі де баласының басынан сипап, маңдайынан иіскеді. Содан бастап жазғандары балалар газет журналға басыла бастады. Анасы балам ақын болады деп қуанып жүрген болатын. Ал оның сыныптасы Жаңғалақ ойдағысын ұқсата алмай әуре сарсаңға түсті. Алдымен әкесі әперген сартылдатып баса берсең жанатын шамның қалай жасалғанын білу үшін бөлшектеді, бірақ қайта құрастыра алмай лақтырып жіберді. Шабағы сынған кішкентай шанасын жөндемекші болып, оны да ақыры қиратып тынды. Ойлана толғана келе Мойнақтан да мықты ақын болып шыққысы келді. Сөйтті де бірден өлең жазуға кірісті. Көкесек күліп тұрды, оған ішім жылып тұрды, жаңбыр шелектеп жауып, барлығын былықтырды деп бір өлең тұжырымдап еді. Онысын газет баспай қойды. Үсті-үстіне төпелеп жаза берді, алайда бірде-бір жарық көрмеді. Неге бұлай болғанын ойластыра келіп, бәрі Мойнақтың қырсығы деп түсінді. Оны алған жолынан тайдырмай береке таппасына көзі жеткен сияқтанды. Осы жағын ескерген ол икемге көнді. Өресі қысқалауларға үйір бола бастады. Үндемей жүргенімен Мойнақтың зәлім екенін, жаманшылығы бастан асатынын, көп өлеңдерін әкесі жазып беретінін сыбырлап жеткізді. Осы жайлы баяндап редакцияларға хат жіберуді де ұмытқан жоқ. Көп кешікпей Мойнақтың шығармасы басылымдарға жарияланбайтын болды. Кейбір сыныптастарының өзіне бұрынғыдай емес тым салқын қарайтын, ол Жаңғалақтың жөн-жосықсыз қуанып жүргенін байқап, сәтсіздіктер содан келмеді ме деп күдік пайда болды. Бір күні сабақтан қалып редакцияларға барып жолықты. Газет-журнал қызметкерлері бейсауат келген хаттарды көрсетті. Өлеңді әкем жазып бермейді, өзім жазамын. Мына хаттарға қол қойған біздің сынып тұрмақ мектепте жоқ деді, ашуланып. Жала жапқан хаттарды жинап алып ертеңіне ұстазына көрсетті. Ағай, деді ол ұстазының бетіне тура қарап, мына жаладан құтқармасаңыз көрген күнім не болады? Асықпа, абдырама, хаттарды маған бер, мен оны бірінші тексеріп көрейін, деді ағайы. Содан кейін кім кінәлі деген бөлім. Ертеңгі сабақтан кейін атап көрсеткен санаулы ғана оқушыларға арналған сынып жиналысы болды. Парталар арасына аралап жүрген ұстаз төрт көз ағай. Мына хат сенікі, деді ақтабанның алдына бір парақ қағаз тастай беріп, басқа хаттардың да иесін атап тұрып таратты. Мұндай жымсыма хаттарды кім жаздырды? Кінәлілер төмен қарап үнсіз қалды. Кім? Деді ұстаз ашуға мініп. Тіке көрсетуге бата алмаған Жаңғалақ жаққа жалт қарасты. Сен бе? Тұр орныңнан. Еден жарыла түсіп кетуге шақ қалған ол мөлие көтеріле берді. Адалға қиянат жасау тек ақмақтың қолынан ғана келеді. Қалай дәтің барып, Мойнаққа жала жаптың, талант иесін қаралау азғындық екенін неге түсінбегенсің? Кешірім сұра. Әйтпесе жалақор екеніңді бүкіл мектепке жайып жібереміз. Мұндай келеңсіздікті басқалар естімесін деп айыптыларды бөліп алғаным содан. Не үндемейсің? Қашанғы күтеміз? Ұстаз күрете қалды. Жаңғалақ асып, сасып, кешірім сұрап, қайта-қайта бас ие берді. Неге олай істедің? Қызғандым. Партаны шұқылап одан ары мөлие түсті. Жала жабу жақсылықтың нышаны емес. Ал сендер, деді хат иелеріне шұқшия көзбен көріп, қолмен ұстамағанға сенуге болмайды. Әр жанның өзіне тән көзқарасы, түйсігі, сезімі болуы тиіс. Өтірік өсектен бұрын соған сенуі керек, түсінікті ме? Бұл әңгіме сыныптан тысқары шықпауы қажет. Кім келісімді бұзса, соны жазалайтын боламыз. Жаңғалақ бұдан кейін ауыз өзіңдікі болса, соған иелік ет. Қайталасаң көкеңді көзіңе көрсетеміз. Жаңғалақ, кітап оқисың ба? Деді ұстаз оның қасына барып. Жоқ, ендеше неғып тыраштанып жүрсің?
момынға ұқсағым келеді. Кітап парақтамайсың, газет-журнал қарамайсың, сөйте тұрып ақын болғың келеді. Мұның далбаса. Талантыңды ояту үшін алдымен мықты ақындардың жазғандарын оқып, не айтқысы келетінін терең ұғыну қажет. Сондай-ақ ұйқасына, көркемдігіне назар аударған жөн. Бірте-бірте өзіңді ынталандыруды да ұмытпа. Әрине, жазылған нәрсенің бәрі сәтті болып шыға бермейді. Нашарлары да кездесіп жатады. Соның арасынан тәуірлерін таңдап, шама жеткенше қайталап өңдеген дұрыс. Ең жақсы дегендерін редакцияға жіберу қажет. Ал енді тараңдар деді. Түлкішек ертегі. Енесінің тапқырлығы, алғырлығы арқасында кәдімгідей қолданып жетіле түскен түлкі күшіктерге күзге таман өз беттерінше нәпақа табуға кірісті. Алайда басқаны асырамақ түгілі өз қарнын тойғызу оңай шаруа болмай шықты. Мұны түлкішек басқа бауырларына қарағанда әлде қайда ертерек сезінді. Түлкі қауымының қас жауы, ұшынан от шығаратын таяқты адамдар, оларға ілесіп жүретін тазы иттер екенін түсінді. Әсіресе төбеден келіп бас салатын бүркіттер де өтті қауіпті болып шықты. Қысқа ғана ғұмырында оқ тиіп құлаған тазының талауына түскен бүркіттің тырнағына ілінген талай қандастарын көзімен көрді. Қарын тойғызу қамымен жүргенде аяқ астынан кездесе кететін қауіпті жағдайлар аз емес. Ондайда кіретін тесік таппай қаласың, амалдап, ықтап, тазыдан құтылуға болады, ал бүркітті жер соқтырып кету оңай емес. Жасынан кездейсоқ нәрселерге мән беріп, ой елегінен өткізіп, түлкішек төніп келген қауіптен аман құтылудың алуан түрлі әдістерін ойлап табуға тырысты. Үңгір, жартас, қалың бұта, аю мен қасқыр апаны, діңі жуан ағаштар қауіптен қашқан кезде табыла бермейді. Мәселен, тышқан мен қояны көп жазық даладан жасырынатын пана табу өте қиын. Сондай шақта не істеу керек? Ойлана, толғана келіп тоқтағаны аузын арандай ашып, төрт аяғын көкке қаратып, шалқасынан түсіп, жатып алса бүркіт қайтер еді. Ең алдымен мұның өзіне жақсылап жаттығу қажет сияқты. Ажалдан қашқанда, қорқыныштан, сасқалақтаудан арылу, атап айтқанда үрейленбеу. Бір күні түлкішек тышқан аңдып жүріп, кең далаға шығып кеткенін байқамай қалды. Кенет төбенің үстінде тұрған 3-4 салт аттыны көзі шалып қалды. Біреуінің қолында бүркіт бар сияқты. Соларға жалтақ-жалтақ қарап қойып, жасырына қалатын орын іздеді. Алғаш сасқалақтап жүгірсе де бірте-бірте өзін барынша сенімді ұстауға тырысты. Ақыры алдағысын алып түсе алмаған бүркіт иесінің қолына барып қонды. Кешке жақын түлкішек бауырларына басынан өткізген оқиғаны айта келіп, алдағы уақытта бүркітке жем болмас үшін өзі ойлап тапқан әдісті қолдану керектігін, ол үшін жақсылап жаттығулар жасау керектігін шегелеп тұрып түсіндірді. Амал қанша, біреулері кеңесін зейін қойып тыңдаса, енді біреулері селқостық танытты. Қайтесің? Басқалар сияқты түлкілер арасында да ойы, түйсігі, сезімталдығы әралуан түрлі жандар бар. Басына қиыншылық түспей, ақыл қонбайтындары да жеткілікті. Іштей ширыққан түлкішек құйрығын бұлғаң еткізіп қойып, өз үңгіріне қарай қозғалды. Ұстаз ертегі. Ұрадағы бейтаныс жаңа ғана атып алған тау ешкінің шыбығын ылғи иығына салып көтеріп келе жатқан тоқтасын жүгін жанына тастап, бұтаның көлеңкесіне қисая кеткен. Көзін жұмып ауыр дем алды. Кәдімгідей шаршап қалыпты. Еңіс болса бір сәрі өрге шығу, жартастарды айналып өту оңай емес екен. Қолы күткен нәпақасына жеткенше тыным таппап еді. Енді қобалжыған көңілі орнына түсіп, бойын бейқамдық билегендей сезінді. Ағаштың кепкен бұтағын сындырып алған титтей талшығымен түсін шұқымақшы еді. Ыңырсығандай ма, әлде сыңсығандай ма бір белгісіз дыбысты естігендей болды. Басын көтеріп, құлағын түргенімен ештеңе аңғарылған жоқ. Қайтадан жата бергенде әлгі дыбыстың қайталанғанын байқады. Тоқтасын енді тынысын баяу алып, тыпыр етпей отырып қалды. Сәлден кейін әлгі дыбыс тағы қайталанды. Шамасы тұзаққа немесе қақпанға түскен аңшығар деп ойлап, дыбыс күңгірлеп шыққан жаққа қарай қозғалды. Жаңағы өзі отырған жерден 10 қадамдай тұста ұра бар екен. Үнің
содан шығып жатқанын бірден аңғарды. Құдықтың тереңдігі 1,5 кездей сияқты. Оның түбінде адам тектес біреудің отырғанын байқалды. «Кімсің?» деді Тоқтасын ұраға үңіле түсіп. «Өзің кімсің?» деді сұраққа жауап берген. «Жендетпісің?» «Аңшымын. Шөлде бөліп барам, бір ұрттан бірдеңең бар ма?» «Мә», деді Тоқтасын кішкентай ғана торсығын кенезесі кепкенге қарай ыршытып жіберіп. Бейтаныс жанның суды қылқылдатып жұтып жатқанын құлағы шалды. Аздау болды. Дегенмен осының өзіне де шүкірлік айту керек. «Атың кім?» деп сұрады күңгірлеген дауыс иесі. «Тоқтасын. Өзіңді қалай атаймыз?» деді Тоқтасын. Сонда оның жауабы былай болды. «Рәш». Дауыс ырғағына қарағанда жас жағына шамалас. «Атың Рәш, тілің Құлаш екен. Ерігіп жүргенде тапқан үйшігің осы болды ма? Тіліме тиіспесеңші». «Бопты, айналып кетейін». «Тоқтасын, алдымен мені мына көрден шығарып алсаңшы, сонан соң қалған несі жетасың». Бәле қайтсем екен, сәл ойланғандай болған. «Шыдай тұр», деді де өзі әлде қайда жүгіре жөнелді. Біраздан кейін сып-сидам қайың сырғауылды сүйретіп әкелді. Діңіндегі әр бұтағы бір қарыстай қалдырдым, оны баспалдақ сияқты пайдалануға болады. «Ал мынаны қайтеміз?» деді анау аяқ қолына салынған кісенді сылдырлатып жатып. «Ондайың тағы бар ма еді? Неден жасалған өзі?» «Қола ғой, сәл шыдай тұр». Тоқтасын кішілеу және ірілеу екі жұмыр тасты әкеліп ұраның жиегіне қойды. Бұрышқа қарай сыңғырлатып тиіп кетпесін деп әлгі әкелгендерді шұңқырға тастады. «Оншалық қалың емес екен», деді жаңа танысының қолындағы кісенді әрі-бері айналдырып отырып. Сөйтті де тасты астына қойып, кішісін қолына алды. «Осымен ба?» деді анау сескенгендей. «Иә, ағаш кескен балтаң бар сияқты ғой, соның шүйдесімен соқпайсың ба?» Ол да қоладан жасалған, соққыға шыдамайды, сынып қалады». «Жалғыз балтадан айырылатындай ақымақ емеспін. Шаруаны осы тастардың көмегімен ақ атқаруға болады». Кісенді жатқыза, сонан соң тікелей қойып таспен ұра бастады. Алма-кезек орнын ауыстырып соққылаған кісі жұқа жерінен үзіліп түсті. Осы тәсілмен Рәшті қол аяғындағы тұсаудан арылтты. «Менің ұстазым қоладан жасалған дүние оңай сынбайды деген. Сынады деген. Оның солай екеніне көзім жетті», деді Тоқтасын өзі бұтарлағанға қайынға сүйеніп тұрып. «Жүр енді сыртқа шығайық». Екеуі бірінің соңынан бірі тырмысып құдықтың жиегіне көтерілді. Тоқтасын қайрақ тасты жотаға беті қарайып жатқан ұраға ойланып қарап сәл тұрды да: «Татар дәм тұзың таусылмас екен. Әйтеуір аман қаласың», деді. «Нені бықсытып тұрсың?» Жүрелеп отыра берген анау шырт түкіріп қойды. «Көрдің бе, беткейдегі тастар біреу әдейі төсеп қойғандай теп-тегіс, аяғы еңістеп барып жарға тіреледі. Жаңбыр жауғанда аққан су кептеліп барып анау түй-тайлы тұстан мына ұраға құйылатын сияқты. Меніңше бұл шұңқырды сол жасаған. 3-4 күн ашық болып жаңбыр жауған жоқ, әйтпесе суға тұншығып өлер едім». Айналасына барлай қарап мән-жайды енді ғана түсіне бастаған Рәш: «Жаратқан иеме мың да бір рахмет», деді қос қолымен бетін сипап. «Тәңірім сені кездестірмесе шаруам біткендей екен ғой», деп ол қуанып күлімсіреді. Тоқтасынның қолынан ұстай алды. Жорамал, шыбыштан бастап садақ, қорамсап, тіпті балтасына дейін арқалап жеткендерге ұстаз сабыр таңдана қарап сақалын сипап қойды. «Біреу болып кетіп педің, екеу болып оралдың, жақсылық жолында жүргем бітіреді деген осы. Қонақтың аты кім?» «Рәш». «Солай ма? Бопты, отырып дем алыңдар». Сабыр оттағы қайнап тұрған құманның қыш ыдыстарға шай құйды. Ораулы жатқан алақандай матаның бетін ашып еді, жайпақ табаққа турап салынған ет көрінді. «Ішіңдер, жеңдер, тойып алыңдар, кейін сөйлесе жатармыз», деді. Рәш оншалық аш еместігін айтты. Шай ішіліп, дастархан жиналғасын. «Ал енді, айтыңдар әңгімелеріңді, жалғастыра беруіңе болады», деді жан бастап жатқан күйі Тоқтасынға бұрылып. Ол тауда не болып, не қойған тәптіштеп айтып шықты. «Мен қаладағы ауқатты
адамның жалғыз баласымын. Бұдан бір күн бұрын досымның үйіне барып, апақ-сапақта қайтып келе жатқанмын. Кенет көше бұрышын айнала бергенде қарулы қолдар мені бас салды да салт атты біреуіне өңгеріп жіберді. Ол шапқылай жөнелді. Соңымыздан ергендері барын дүсірлеген тұяқ дыбысын аңғардым. Таңға жуық мана тоқтасын көрген ұраға келіп, қол аяғымды кісендеді де лақтырып салып. Шамасы бастығы болар, қара сақалдысы. Бұл сенің мәңгі тұрағың. Жаңбыр жауса тұншығып өлесің, жаумаса сүрленіп барып құрисың деді де кекете күлген сыңай танытып. Жатқан жерің жайлы болсын деді, шым-шым топырақты менің үстіме шашып жіберді екіншісі. Айыпты саналардай жазығым жоқтығын ойластыра беріп, бұлар әкемнен ақша талап етушілер екенін аңғардым. Құдықтан шықпақшы болып жанталасқаныммен түк те істей алмадым. Қол аяқтағы шынжыр кедергі жасады. Өмірден күдерімді үзіп қайғырып отырғанда тоқтасын құтқарып алды. Қалаларыңның аты қандай? Таңсық. Ондай мекен жайды естуім бар. Шамасы көкпарға айналдырғандар, тәжірибелі тіс қаққан сұмпайылар. Олар сенің тірі қалмасыңа сенді. Сондықтан бет жүздері жасырмаған. Ақшалы қалта қашанда қарауылға ілінгіш келеді. Шамасы сенің әкеңнің шаруасынан нәпақа шығып баруды көздеген. Қалай қарайсың бұған? Ұстаз тоқтасынға бұрылды. Меніңше көмектесу керек сияқты. Қиыншылыққа топ болған адамға қол ұшын беру кісілік парыз. Одан аттап өту қиянат, тасбауырлық. Сендер де малыңдар. Мен қалай істеу керектігін жоспарын ойластырайын, деді ұстаз. Сабыр қасындағы қоржынның көлемді тұсын басына жаттап алып. Осы да жетеді. Біраз мызғып алған ұстаз Сабыр шыбыштың терісін сыпырып, ішек қарынын бұлақ басына апарып тазартты. Сонан соң отты үстемелеп жағып, ағашқа шаншылған басты үйітуге кірісті. Оны тындырып тастап, етті бөлшектеумен айналысты. Жас болса да семіз екенін мен қуырдақ жасап жіберейін деп пышақты алып майдалап турады. Қабырғаларды қолымен сыпырып етке қосты. Бәрін жинап отта тұрған шағын қыш қазанға тоғытты. Шыжғыруға өз майы жететін сияқты. Ұстаз кесілген 3-4 ағашты отқа тастап, малдас құрып отырған Рәшке бұрылды. Жасың қаншада? 14-ке толдым. Біздің тоқтасында 14-те құрдас екенсіңдер ғой. Тоқаң мерген әрі ақылды көрінеді. Бізде көре-көре көсем боласың, сөйлей-сөйлей шешем боласың деген мәтел бар. Тоқтасын жас бала бола тұрып көрмегені қалмады. Түбінде керек қажетін жарайтынын ескеріп, пышақ, балта лақтыруды, садақпен оқ атуды, найзаны пайдалануды, тіпті қандай заттың қаншалықты төзімді екенінде де түсіндірдім, үйреттім. Қылыш сермеудің 5 саусағындай біледі. Қару жарағы көрінбейді ғой, деді Рәш. Оның бәрі қалада жүргенде болған. Сол үйренгендерді ұмытып қалмас үшін ана ұзын және қысқа таяқшаларды жаттығу жасаймыз, деді. Күркешеге сүйей салған ағаш таяқшаларды көрсетіп. Біздің жағдайымыз да сенікіне ұқсайды. Қиянатқа тап болып, дала кезгенімізге 3 жыл болды. Уақыт адамдарды да өзгертеді. Мәселен, 1 жыл бұрын көргеніңді биыл танымай қалуың мүмкін. Міне сондықтан одан аулақ та өмір сүруді жөн санадық. Жұмбақтамай ашығын айтсаңшы, қазірше осы да жетеді. Әр жағын сұрамай-ақ қой. Бопты. Ал енді қуырдаққа кірісіңдер деп ұстаз оттан пісірілген қазанды ортаға қойды. Ұстаз, мен жөнінде ойластырмақшы едіңіз, сол қалай болды, деді Рәш. Тоқтасын жасап. Қонақ. Көдей-сөдей артылған көгесекті жетектеп алға түскен ұстаз артына бұрылып, қош бол құтты мекен, деді де ілгері қозғалды. Қысқа 2 таяқты қолдарына ұстаған Рәш пен Тоқтасын соңынан ерді. Митыңдаған жүріспен маңдытып ұзай алмаған топ ертеңіне кешкі іңір түскенде Таңсық қаласына шетіне ілікті. Енді жолды өзің баста, деді ұстаз. Біз ілесіп отырайық. 2-3 көшені кесіп өткен олар қос қабатты еңселі үйдің алдына келіп тоқтады. Осы үй, Рәш саусағымен нұсқап, қақпаны Сабыр атай қақты. Ішкі жақтан. Бұл кім? деген қарлығыңқы дауыс естілді. Әкем ғой. Біз құдайы қонақпыз, есігіңізді ашыңыз. Қақпаны аша беріп, қыпшақсыздар ма, деді. Иә, қасымызда Оғыз тайпасының баласы бар.
Бұлар ішке еніп қақпа жабыла салып ақ Рәш әкесін құшақтай алды. Қолындағы шам жарығын баланың бетіне түсірген үй иесі ұлын бірден танып бауырына баса берді. Олар үйге енгенде Рәшті анасы қарындасы көріп қуанғандарынан аймалап кетті. Абыр-сабыр басылып тыныштық орнаған соң, сіздер менің балама қалай жолығып жүрсіздер деді. Өзің Шауқат атаған қожайын сабыр қарияға бұрылып, ұстаз, Тоқтасынның Рәшке қалай кездескені, болған оқиғалар жайлы айта келіп, әккі ұрылар тірі куә қалдырмайды. Олар балаңызды өлімге қиған деді. Айтпақшы, бүгін таңертең қақпасынан хат тауып алдым. Шауқат қалтасынан 4 бүктелген алақандай теріні шығарды. Ұстаз оны мұқият оқып шығып, 10 000 алтын, 5 000 күміс депті. Шамасы ақшаны қолға түсірген соң тайып тұрмақшы болған ғой. Солай сияқты. Жол жүріп шаршап келдік. Мүмкін болса шайпай ішіп демалайық. Ауыр күрсініп. Ұстаз. Ұрыларға тарту. Ертеңінде ұстаз беторамал көлемінде 2 шүберекті қасына қойып, белдігіне бекітілген жұқа иленген теріден тігілген дорбаны алып, бүрмесіне кеңітті. Сонан соң Шауқатқа қарап, бір шөміш ыстық су қажеттігін ескертті. Қалағанын дайындаған соң, дорбадан көгілдір түсі әбден уатылған гүл үгінділерінен көлемдірек 2 шымшым алып, табақтағы суға тастады да шыбықпен араластыра бастады. Сәлден кейін әлгі суға 2 орамалды батырып, бетін жауып тастады. Бұл сасық теке, деген гүл. Ұстағанға ешқандай зиян жоқ, бірақ түтіні улы, деді ұстаз алақанын қағып. Бұрын естімеген екем. Сонда мұны не істейміз? Ұрыларға тарту жасаймыз. Ереуілге қарулы басқаларға не істегісі келсе, соны өз бастарынан өткізіп көрсін. Түске таман гүл ертінділері сіңген орамалды күнге жайып, әбден кептіріп алды. Шиыршықтап орап, дорбаға салды. Содан кейін Шауқатпен бірге қасында отырған Тоқтасынға қарап, ұрылар ақшаны Жеке батыр күмбезіне апаруды тапсырған. Отағасының айтуынша, күмбездің іргесінде самал енетін тесіктер бар көрінеді, деді ол. Шақпақ шағуды жақсы білесің. Алдымен май сіңген бұлғауышты тұтатасың. Ақырында орамалдың шетін жандырып, тұтанған жағын әлгі тесіктерге сыртқа қаратып сүңгітесің. Ұшқыны көзге көрінбейтін болсын. Лапылдап жансақ айтеді, деді Шауқат, алақанын жайып. Бұл лапылдамайды, бықсып қана жанады. Онда дұрыс екен. Бәрін бітірген соң есегіңе мініп алып үйге тарт. Барыңда да, қайтарыңда да ештеңеге алаңдама. Ешкіммен сөйлеспе, түсінікті ме? Тоқтасын өте ұғымтал бала. Ал сіз, деді ұстаз ұрыларға, берешегіңізді алтынмен, күміспен араластырып жіберіңіз. Оны бөлуге, санауға әжептеуір уақыт керек болады. Бұл олардың бір орындағы күйбеңінен көбейту үшін қажет. Егер мақұл көрсеңіз, ертеңінде күмбезге барыңыз. Ақшаңыз қойылған жерінен табылады. Тек ұрыларда адам ғой, өлгендерінің бетін жасыруды ұмытпаңыз. Ұрылар түтіннен күдіктенбей ме? Бұл ащы түтін емес, жұмсағы алғашында елеусіз болады. Өкпеге барған соң өнерін көрсетеді, деді. Түн жамылып ойдағыны орындаған ұстаз бен Тоқтасын ертеңіне күн көтеріле артынып-тартынып үйден шыққан болатын. Олардың ұсынған сый-сияпатын алмағанына таңданған Шауқат жеке батыр күмбезіне қарай беттеп бара жатты. 2 күн өтіп, 3-ші күні бұлар өздеріне қажетті қаланың іргесіндегі ағаш көгалды өзеншенің жағасына келіп жүктерін түсірді. Мұнда шөпшек жеткілікті екен. Тоқтасын шырағым, етті иістенбесін деп көбірек тұздап едім, жақсылап жу. Қазаныңды көтеріп кешкі тамақты дайындауға кірісе бер. Мен қала жақты шолып қайтайын, деп ұстаз таяғын қолына алып жолға түсті. 2 ет пісірімдей уақыт өткенде Сабыр ата қайта оралды. Бысынап терлеп кетіпті. Үстіндегі шекпенін сыпырып тастап, орамалмен желпініп отырды. Қалыптасқан әдеті бойынша
тоқтасын аузын ашқан жоқ, ұстазының лебізін күтті. Қала қапырық деді сәлден кейін Сабыр атай. Әке шешең тірі екен, зынданда жатқан көрінеді. Біздің дер кезінде басқа жаққа кетіп қалғанымыз дұрыс болды. Әйтпесе біздің орнымызда зындан еді. Одан бері 3 жыл өтті. Сен де есейіп қалдың, түр-түсің өзгерді. Мен де кәдімгідей қартайып қалдым. Алайда керекті дәрі-дәрмекті дайындап үлгердім, деді ұстаз кісесін сипап қойып. Қазіргі қала қожайыны ешкімді өлтірмепті, алайда ауыр салықпен халықты қажытып жіберген. Әкең бұрынғыдай тұрғындар тұрмысын жақсартуы керек. Ол кісі бұрында солай істеген, сол әдетінен жаңыла қояды деп ойламаймын мұны. Тоқтасын сенімді түрде айтты. Қиянат жасамағандарға бізде зәлімдік жасамаймыз, бірақ сұрағанмен бермейді, сондықтан иемденген мансабын тартып алуға тиіспіз. Олар хан сарайына таңға жуық шабуылдаған. Біз олай етпейміз. Ертең кешке зорлықшыл төренің тура алдына барып ойымызды жүзеге асырамыз. Қауіпті ғой, қорқатын дәнеңе жоқ. Жоспарлағандай болады. Нар тәуекел, деді Тоқтасын. Сыйқыр. Кешке жақын хан сарайының қақпасы алдына келген бұларды күзетші тоқтатты. Кемелеп қайда барасыңдар? Ханға қант шашып қойып па? Қылжақтамай хан қайт, деп ұстаз зекіп жіберді. Құпия мәлімет бар. Мына шалмен келген баланың тегін адамдар еместігінің аңғарған күзетші жүгіре жөнелді де лезде қайтып оралды. Жүріңіздер, хан күтіп отыр. Бұл жолы күзет бастығы сыпайылық танытты. Зорлықшыл дөкей бұрынғы Тоқтасынның әкесі иемденетін таққа қонжиып отырып алыпты. Иә, қандай құпия. Қос жұдырығын тізесіне қойған қара дәу бұларға түнере қарады. Ұстаз дорбасынан алынған алтын кілтті көрсетті. Күзетші қолын соза беріп еді, қария қағып жіберді. Бұл қазынаның кілті, тек хан ием ұстауға тиіс. Ұстаз дөкейдің алдына еңкейе беріп сұйық бірдеңені шашып жіберді. Көбелек бол, деді де тағы бір құтыдағыны абдырап қалған күзет бастығының бетіне жіберіп қалды. Сона бол. Демнің арасында 2 түйедей дене тырнақтай жәндіктерге айналып шыға келді. Ештеңе болмағандай бәрінде үнсіз шолып өткен ұстаз кенет терезе ашып ысқырып жіберді. Осы белгіні үнсіз күткен жүзге тарта жалаң қылыштар хан сарайына басып алды. Ананы қара, деді ұстаз Тоқтасынды бүйірінен түртіп. Ол жалт қарап жасауылдардың қатарында тұрған әкесі, шешесін, қарындастарын көрді де солай қарай ұмтылды. Ат керек. Бірер аптадан кейін демалып тыңайып алған ұстаз Тоқтасынның әкесі қазіргі қала ханы Арыстанның алдында отырды. Хан ием, сіздің әкеңіз шетелдерде оқытып, білімді етіп тәрбиеледі. Іздене жүріп құпия өнерлерін үйретуге тура келді. Жақсылықты да жамандықты да аз көргенім жоқ. Енді міне жасым 70-ке таяды. Рұқсат болса еліме барайын. Оғыздар сияқты емес, қыпшақтар көшпенді ғой, тайпаңды іздеп табу қиын шығар, деді. Түкте қиыншылығы жоқ. Менің елімде 4 мекен бар ғой. Мысалы, қыстау, көктеу, жайлау, күздеу дегендей оп-оңай тауып аламын. Қиын жағдай туса тура өзіме кел, деді хан. Қыпшақтардың жолға азық алып жүрмейтінін, кезіккен үй құдайы қонақ ретінде күтетінін, алатындардың аз еместігін әңгімеледі. Білем. Рәштің әкесі оған сүйсіне қарады. Еліңе жетсең, судай сіңіп, тастай батып кететініңді түсінем. Ол сәл ойланыңқырап тақтың қасында тұрған сандықты ашып қалды. Іші толған ақша екен. Қалағаныңша ал. Рахмет, өзіме еркін жететіндей тиым бар. Хан ием, қыпшақтардың есекті мал деп есептемейді, қайта күлкіге айналдырады. Мақұл, көрсеңіз бір жақсы ат сыйлаңыз. Айтқаныңыз болады. Ал мен есегімді 3 жылдай серігі болған Тоқтасынға тарту етемін. Әлгілер қауіп төндіріп жүрмей ме? Шаңырақ иесі ұстаз жүзіне сұраулы көзбен қарады. Аман есен болса енді 20 жылдан кейін адам қалпына түседі. Онда рахмет сізге. Құдайы қонақ, ертегі, мазасыз түн. Әлихан 10 жасқа толмай жатып, әкесі марқұм үй тіршілігінің ұсақ түйегін өз бетінше жөндеп алуға дағдыландырды. Мысалы, балға, балтаны қалай жұмсау керектігін, қайрау тәсілдерін, темірді қыздыра отырып, қыпшақ, орақ, тағы да басқаларын жалықпай жасауға үйретті. Өзі сияқты шебер ұста болып шығу үшін білгенін аянып қалған жоқ. Сәл есейгенді садақ тартуды, қылыш жұмсауды, найза лақтыруды, қорғануды, сойыл жұмсауды үйретті. Қандай жандарды қандай жерінен ұру керектігін ұмыт қалдырған жоқ. Менен кейін отбасының
асыраушысы сен боласың. Бұл өте жауапты міндет. Оны қайткенде де ойдағыдай орындай білу шарт. Босаңсу, немқұрайлылық, жалқаулық түбі жарға жығады, деп үнемі айтып отыратын. Әлихан әке ақылын құлағына құйып өсті. Өзіне жүктелген міндетті барынша жауапкершілікпен атқаруға дағдыланды. Бүгінде сол ұқыптылығына басып, өрік ағашының қасық жонық отырған, қолына ыңғуырды ала беріп қараңғы түсіп қалғанын байқады. Апа, жауһар келді ме? Деп әлденелермен әуре болып жүрген шешесіне дауыстады. Жоқ, қара орман қашанда қауіпті ғой, сонша кешіккен несі? Бармай-ақ қой деп едім, тыңдады ма? Бүлдірген жегісі келгенін айтып жалынғанын рұқсат етіп едім. Қарашы, күн батып барады, әлі жоқ. Мен істеп келейін. Әлихан қорамсағымен садағын іліп алып орманға қарай жүгіре жөнелді. Қараңғылық қоюланып, көз көруден қалғанда ол үйге қайтып оралды. Апа келген жоқ па? Жоқ. Бірдеңеге ұшырап қалмаса жарар еді. Соны айтам-ау, қап бекер жіберген екенмін. Өкініштен ештеңе өнбейді. Одан да таңға дейін оралмаса шындап іздеуге тура келеді. Әйтеуір жазым болмаса екен. Әлихан күбірлеп жатып мызғып кеткен сияқты. Ерке тотай болып өсіп, бой жеткен қалған жалғыз қарындасы жайлы ойланған ол ұйқылы ояу жатып таң атырды. Махмұд таңғы оразасын ашуымен-ақ Әлихан өзіне ыңғайлы жасалған 5 қаруын артынып-тартынып жолға шықты. Көз ұшында бұлдырап көрінген тауды бетке алып әлі жүріп келеді. Топыраққа түскен аяқтың ізі бар жоғын байқауға баса мән берді. Кезіккен сүрлеулерді мұқият тексеріп, үміттенер ілік табуға тырысса. Сөйтіп келе жатып, 4 шанжаны орнатып, үстіне аң терісін жауып қойды. Бұл жақындағанда садағына жебе салып атуға оңтайланған сақалды жігіт ағасын көрді. Ассалаумағалейкум. Уәлейкуссалам. Мен сені жабайы аң екен деп қалдым. Отыр, деді қасындағы тулақты нұсқап. Қайдан келесің, неғып жүрген жасың? Әлихан жағдайын түсіндіріп өтті. Солайды, өзін Махмұд деп атаған ағай менің мұнда қонақтағаныма 3-4 күн болды. Бірақ бейсауат жүрген ешкімді кезіктіре алмадым, деді. Енді қайдан іздерімді білмей отырмын. Ересек бала екен. Меніңше жап-жақын жердегі үйінен адасып кетіп орманда түнеу мүмкін емес. Шамасы шығандап кеткен болар. Сондықтан шұбырынды ізді сүрлеулерді тексере байқап ілгері қозғалғаның жөн шығар. Сөйткенім дұрыс сияқты. Әлихан орнынан көтеріле бергенде тоқтай тұр, деді Махмұд тізесінен төменгі жағын жауып отырған тулақты серпіп тастап. Оның ісіп кеткен аяғына көзі түскен бала кәдімгідей таңданып қалды. Табаныма тікен кірген. Оны елей қоймап едім, ақыры осындай халге жеткізді. Енді не істемекшісіз? Егер сен көмектеспесең өстіп жатып өлетін шығармын. Менің қолымнан не келеді? Тілімді алсаң келеді. Сонда не істеуім керек? Үйде әкемнің аяғы сынып жатыр. Соны қалай жазуды ойлап қатты қиналдым. Сөйтіп есеңгірегендей болып жүргенде түс көрдім. Түсімде бір ақ киімді ақсақал осы таудың екі жағыс қарағай өскен жартас бар. Сол жартастан сыздықтап аққан бұлақтың суы әкеңді жазады, әрі жақсартады деп аян берді. Ақыры қарындасыңды іздеп жүр екенсің, оны да қоса ізде, мүмкін жолың болып қалар. Мен сені үміттене күтемін. Мына торсықты ала кет, қажеті болып қалар. Жарайды, айтқаныңыз болсын. Екінші күні тау баурайындағы тасты төбеден өте беріп, шамасы 400 кездей су топасында жатқан елікті көзі шалып қалды. Атуға ыңғайлана бергенде мұны байқаған әлгі жануар қарғып тұрып жыныстың астына кіріп жоқ болып кетті. Мән бере сабырмен көз жүгірткен Әлихан жартастағы әр жас қайыңды көрді де соған қарай ұмтылды. Елік жатқан судың ішінен жебе табылды. Оны айналдыра қараған Әлихан аңның жаралы болғанын, мұнда емделу үшін келгенін іштей түсінді. Сыздықтап ағып тұрған бұлақтан сіміріп еді, бойынан от жүгіріп өткен сияқтанды. Шаршап, шалдыққан Әлиханға ол таңдайып сала бергендей болды. Екі торсықты да тұнық суға толтырып алды. Барған ізімен қайтып келгенде Махмұд талықсып жатыр екен. Аузына су тамызып, сәлден кейін көзін ашып, ескі туысын көргендей қуанып қалды. Суыңнан іштім бе? Иә, бәсе күш-қуат пайда болған тәрізді. Ендеше сол суыңды орамалға тамызып, аяғымның жарасына қоя қойшы.
Әлихан айтқанын істеді. Махмұт тізесіне дейін тулақты жауып көзін жұмды. Сүт пісірімдей уақытта шошып оянғандай болып тулақты жұлып тастады. Жаралы аяққа үнсіз қарап отырған екеуі селт етіп аңыра қалды. Өйткені ісік қайтып кеткен жараның аузын бұрындым болмағандай-ақ бітеліп қалыпты. Махмұт Әлиханды бауырына қысып маңдайынан сүйіп алды да: "Енді өлмейтін болдың. Сенің атыңды балама қоям, рахмет", деді. Қайта-қайта алғысын жаудырып қоштасарда. Мына таудың ар жағында жезтырнақ тұрады. Күндіз ешкімге тиіспегенімен түнде өте қауіпті, сақ бол. Келесі өңір Мыстан кемпірдің мекені. Өтте айлакер, қулықтың қуырдағын жеп өскен, ақылыңа сүйенбесең алданасың, аяғы жақсылыққа апармайды. Мүмкін қарындасыңды солардың бірі иемденіп жүрген шығар. Ал саған мыңда бір рахмет. Суыңмен әкемді де аман алып қалатын болдың. Тағы да құшақтап, тағы да маңдайынан сүйді. Жезтырнақ қарлы таудың қаһарлы суығы қалтыратып, қаптаған тасты беткейлерге шашыратып шалдықтырса да, болар-болмас ерін жібітіп, күш-қуатын сарқа пайдалануға тырысты. Өлдім, талдым дегенде таудан асып түсіп еді. Бұл жағы да сыңсыған орман екен. Жан-жақты байқап, бақылап жүрер жолын анықтап алу үшін биік төбеге көтерілді. Айналаны жасыл жапырақ көмкеріп тұр. Тек көз ұшында сыздықтап шыққан жіңішке түтінді аңғарғандай болды да тура солай тартты. Түтін босқа шықпайды. Ондай жерден адамдар кездеспеуі мүмкін емес. Егер өрт болса, қою түтін басар еді. Жіңішке қолмен жағылған отқа ұқсайды. Ендеше сол тұстан жөн сілтейтін біреу-міреу табылып қалар деген оймен жүрісін жылдамдатты. Түс ауа белгіленген жерге жетіп бақылауға кірісті. Басына орамал тартып, шұпыны киінген біреудің отқа әлденені қақтап жатқанын байқады. Бұл төңіректен басқа ешкім көзге шалынар емес. Нар тәуекел деп жасырынып жатқан орнынан тұрып, солай қарай аяңдады. Отты үстемелеп жағып отырған жан мұны көрсе де, көрмегенсіп шаруасымен айналыса береді. Әлихан таяй барып, "Сәлеметсіз бе?" деп сәлем берді. Сенбісің, анау бейне ескі танысып кездестіргендей самарқау бас изеп қойды. Төрлет. Бұрын ер азығы мен бөрі азығы жолда деуші еді, қазір заман өзгерді. Өлмегенге өлі балықта бұйырмайтын кезең туды. Жан бағу үшін шаруашылықпен шұғылдануға тура келеді. Сонда немен? Қоян өсіремін, елік аулаймын. Әлихан іштей күдіктенгенмен мұның кім екенін топшылай алмады. Саусақтарын түгел ұзын жеңмен жауып алған. Түрі оншалық қорқынышты емес, мінезі биязы, жезтырнақ деуге келіңкіремейтін тәрізді. "Мұнда басқа адамдар бар ма?" "Жоқ, жалғыз өзім тұрамын. Адамдарды қайтейін деп едің?" "Жөн сұрайын деп едім. Олардың білгенін мен де білемін, сұрағыңды қоя бер." Бұдан бір аптадай бұрын туған қарындасымды орманды бүлдірген теруге барып жоғалып кетті. Соны іздеп, дала кезіп, тау асып келемін. Ең болмаса бір хабарын білсем деп едім. Менің атым ұлы болсын. Жаңа танысы үйітіліп піскен қоянның бір сирағын жұлып алып Әлиханға ұсынды. "Тамақ же, тыңайып ал, қалғанын кейін әңгімелеріміз." Ұл болсын санның етін асықпай шайнап жұтқыншағынан сумен әрі қарай жылжытып отырса да, ойлағаны, қас-қабағы, бет әлпетінен айқын аңғарылып тұрды. Қарындасын жақсы көреді екен. Сонша жерден іздеп келу, кездескен қиыншылықтарды жеңе білуі, бала болса да қорықпауы, сескенбеуі жүректілігінің нәтижесі. Сірә мұндай жанға жаманшылық жасау азғындық болып табылмай ма? Ендеше қолымнан келген көмегімді көрсетейін деген ойға бекіген ұл болсын енді жеңін түріп тастады. Кездік сияқты тырнақтары жалт-жұлт етеді. "Менің ел қойып алған екінші атым Жезтырнақ. Ұмытып қалдым ғой бұрын. Мүмкін басқаларға қиянат жасаған шығармын. Бірақ соңғы 100 жылда ешкімге ешқандай зиянымды тигізген жоқпын. Сонша уақыттан бері бірінші рет сені көріп отырдым. Батылдығыңа бағалап жәрдемдескім келеді. Қай күні екені есімде жоқ. Әйтеуір Мыстан кемпірдің ұшатын кілемі сен келген жаққа барып қайтқанын көзім шалып қалды. Меніңше қарындасыңды сол алып кеткен болар. Сол жақтан ізде. Рахмет апай, жақсылығыңызды ешқашан ұмытпаймын. Сау саламат болыңыз. Аман барып сауғай. Айтпақшы, оның қонысы менің мекенім сияқты киіз үй емес. Мыстан кемпір үлкен сарайда тұрады. Жазық даладан өткесін тасты жоталарға кезігесің. Биік төбелердің біріне шықсаң, оның үйі бірден көзіңе шалынады. Ол қудың қуы, сұмның сұмы. Сақ бол шырағым, жолың болсын. Айтқаныңыз келсін, деді Мыстан кемпір. Әлихан шаршап шалдыға бастағанда торсықтай суынан бір ұрттап алды.
қажыраған қайратын қайта жинап алғандай болды. Алда барбағаны болмаса Мыстан кемпірдің оншалық қауіпті емесін іштей топшылап көлемді жерді алып жатқан ақ сарайдың кірер есігіне жетті. Алаңшаға орындық қойып күн шуақта отырған кемпір мұны көріп орнынан қарғып тұрып иілген сынай танытты. Қасындағы бос орындықты нұсқатты. «Тізе бүк, демал», деді де бейне ескі таныс секілді жолықтырғандай ілтипатпен. «Сәлеметсіз бе?» «Сәлеміңді алдық шырағым. Жай жүрсің бе?» «Құдайы қонақпын. Атым Әлихан. Мен Гүлбаршын деп атайды. Жүр, ас үйге баралық». Кемпір орнынан тұрып ішке қарай өзі бастады. Әлихан байқап келеді. Мекен көптеген бөлмелерден құралыпты. Барлық есігі жабулы тұр. Тек ас үйдің есігі ашық екен. Бұлар орындықта жайғасып отырған соң бүркеленген дастарханды алып тастап еді. Үстелдің беті әр түрлі тағамдарға толы екен. Кемпір шай құя бастады. «Іш шырағым, шаршап келдің ғой, тыңайып қаласың» деп қояды. Қайта-қайта шөл басылып, дастархан жабылғаннан кейін бұлардың өзара әңгімелесуге кірісті. «Сен әлі баласың ғой, армандауды үйрене қоймаған шығарсың». Кемпір Әлиханның кім екенін іштей сезіп отырған сияқты. «Тезірек есейіп отбасының белсенді азаматы болғым келеді». «Дұрыс-ақ, ал менің арманым баяғыда күйреп тынған, өйткені қартайдым. Мені ешкім алмайды, отбасын құра алмаймын. Бұл өкінішті жағдай. Егер жасарып кетсеңіз қайтер едіңіз? Енді ондайдың ауылы алыс қой. Дегенмен керемет келіншекке айналсаңыз, ондай жағдайда күйреген арманымда қайта тірілтер едім. Атап айтқанда, мен Еркін Жаппас деген боз баланы кезінде өте жақсы көргем. Кейін ол талантты адамдарға жала жапқыз өсекшілдің өзіне айналғанын білдім. Қарғысқа тап болғанын естідім. Жастығым қайта оралса, оны қайтсем де түзу жолға салуға ұмтылар едім. Қалыптасқан әдеттен арылу оңай емес. Ол сіздің ақылыңызға көне қоя ма? Көнбей қайда барады? Менде бір дәрі бар, жасартады, көріктендірер еді. Түрі қандай қасиетті бұлақтың суы. Алдымен өзің татып көр. Әлихан торсықтағын ұрттап жұтып жіберді. Кенет бүкіл денеде қан тамырлары қуалап бір ұшқын жүгіріп өткендей болды. Бала жүзінде елеусіз құбылысты қалт жібермей бақылап отырған Гүлбаршын торсықты жұлып алып, ішіндегісін сарқа ашып қойды. Сонан соң бетін орамалмен жауып үнсіз отырып қалды. Сәлден кейін иығы дірілдеп, қолдары қалтырағандай болды. Ол орнынан көтеріп, қабырғадағы үлкен айнаға барып бетін ашып жіберді де таңданып тұрып қалғандай. Кенет Әлиханға қарай жалт бұрылды. Оның алдында 20-25-тердегі үріп ауызға салғандай жас келіншек тұр еді. «Құдай арнайы жіберген нағыз періште мекенсің, рахмет саған». Мен Әлиханды бауырына қысып маңдайына сүйді. «Енді аңсаған арманымды жүзеге асыратын болдым. Ал сенің іздеп келген қарындасың осы үйде. Жалғыздыққа шыдай алмағасын қарайып қасымда жүрсін деп әкеліп едім. Енді екеуіңді ұшатын кілеммен үйлеріңе жеткізіп тастап, Еркінді іздеуге аттанамын» деді. Серкеш, ертегі. Әртүрлі әңгімелерді майын тамыза айтып, төңірегіндегі өзі құралпас серіктерінен күлдіріп, таңдандырып жүретін Серкеш уақыт өте келе ара-арасында ептеп өтірікті де соғып жіберетін болды. Ондай артық ауыз дүниелерге ешкім шындап мән бере қойған жоқ. Бір күні теледидардан бұғыны сұлатып түсірген аюды қасқырға тап берген қос мүйізінің арасынан қыстырылған күйі ағаштың діңіне апарып соққылаған тауешкіні көрді. Қақ маңдайынан теуіп жолбарыстың жұлынын үзген айғырға тамсана қарап отырып, бұлардың менен несі артық деген ойға келіп тірелді. Рас, лақ кезінде қаперіне ештеңе кірмеген шындық. Ептеп есейген сайын жүріс-тұрысы өзгергенмен мінезі сол күйінде қалды. Ал Серкеш атанғалы бері түсіне ерлік, қайсарлық, батырлық кіріп мазасын ала береді. Бір күні Қоғалы көл жағасында аюдың бас сүйегі, өзгесі сағасында қасқырдың қаңқасы есіне түсті. Осыны пайдаланып беделін көтере түсіруді көздеген ол лақтардың ортасында отырып былай дейді: «Жас болсам да көрмегенім жоқ», деді күрсініп қойып. «Соны кім біліп жатыр? Бізге сабақ болсын, ең құрыса бір-екі әңгімеңізді айтып берсеңізші» деп қара лақ бұған қиыла қарады. «Сөйтіңіз» деп жамырасты қалғандады. «Қоймадыңдар ғой, тегі жарайды» деді Серкеш ауыр ойға шомған сыңай танытып. «Өткен жылы күзде қыдырып барып көлден су ішіп тұрғанмын.
Кенет су сыртымен тысыры естіліп қалды. Жалт қарасам еңгезердей аю екен, құлашын жайып мені бас салуға таяп қапты. Қашқанмен құтыла алмайтыныма көз жетті. Нар тәуекелге барып баспен ішінен пердім де жібердім. Ойбай деп баж ете түсті. Сөйтсем саным мүйізім қақыратып кетіпті. Ол кезде сіз сәл ересектеу болдыңыз, сонда мүйізіңіз бар ма еді? Деді қаралақ тақақтап. Серкеш оған ұнатпаған көзбен бір қарап, әңгімесін ары қарай сабақтады. Бар болатын. Ұзындығы шына шақтай ма? Жоға, қарысқа жоқ. Онда мүйіз неге бізде жоқ? Мұндай ерекшелік әркімнің жаратылысына, ата тегіне тікелей байланысты. Қалай да мен әйтеуір ертерек ер жеттім. Мүйізім қысқалау болғанымен найзадай үшкір, ұстарадай өткір болғанын анық білемін. Көл жағасына аюдың бас сүйегі қаңқасын көргендерің бар ма? Деді. Әр сөзді зейін қойып тыңдап отырған бір шолып өтіп. Көрдік, деді бірнешеуі қабаттаса үн қатып. Сол әлгі аюдың басы екені даусыз қансырап өлген ғой. Таңданысып гуілдескендер қатары көбейе бастаған аңғарған Серкеш енді шіреніңкіреп отырды. Тағы да айтыңызшы деген дауыстар жамырай естіліп жатты. Жайылма өзенінің жағасынан қасқырдың қаңқасын байқағандарың бар ма? Деді бұл аяғы айқастырып. Байқадық, деді бірнешеуі дыбырлай сөйлеп. Бір күні қызыл түлкіні алдым да салып қуып бара жатқанымда марқұм Алабас атайды білесіңдер ғой. Соны жәукемдеп жатқан қасқырға тап болдым. Түлкіні жайына жібере салып қасына шауып бардым. Ол қарт Серкеге және маған алма-кезек көз жүгіртті. Қарттардан көрі жастың еті жұмсақ әрі тәтті болады деп шұбырған сілекейін тілімен жалап қойды. Келе ғой жаным деп. Жап аузыңды, әйтпесе борша-боршаңды шығарамын, дедім ашуланып. Ол мізбағар емес, тісін ақситып маған жақындай түсті. Ұрымтал сәтті күткен мен енді аялдауға болмайтынын бірден түсініп өзіне қарай тура атылдым. Ол мені ұстап үлгере алмады. Баспен іштен пердім де жібердім. Бұл жолы да істің сәті түсті. Бір борбайы жұлынып кетіпті. Ыңырсып жатып көз жұмды. Шашылып жатқан қаңқалары сол қасқырдың ыңырсып жатып көз жұмды. Сонымен Серкеш титтей сақалын сипап қойды. Сізден гөрі бөрі әлде қайда денелері күштірек емес пе? Деді қаралақ көзін сығырайтып. Мұндай кезекте мәселені қара күш шешпейді, әдіс айла, соны тәсілдер шешеді. Барлығында іштей жобалап жоспарлап отыру керек. Қателессең сөзсіз өкінішке ұрынасың. Сол кезде төбе басынан қасқырдың ұлыған дауысы естілді. Сасып қалған лақтар жаппай солай қарасты. Енді қайтеміз дегендей бәрі жаппай Серкеш отырған тасқа жалт бұрылды. Ол орнында жоқ болып шықты. Манадан бері әңгімені тамсана тыңдағандар бет-бетімен тұра қашты. Қызғаныш. Ертегі. Қасекең мен Түкеңнің үйлері бір төбенің екі беткейінде орналасқан. Құлпырған көктем мен қосыла дүниеге келген бөлтірік пен күшіктер бауырын көтеріп, көздерін ашқалы бері асыр салысып бірге ойнайтын болды. Әсіресе солардың арасындағы сұқсыр мен сусаманың достығы ерекше байқалатын. Жадыраған жаз өтіп, құбылмалы күз келгенде бұлар әжеп тәуір есейіп қалды. Енді тасбақаны аударып, төңкеріп, ермек ету, жыбырлаған жыланды қуалайтын күндері өтіп кетті. Екеуі бірігіп олжа іздейтін дәрежеге жетті. Тапқандарын таласпай, тартыспай бөліп жеп, уақытты барынша сыйластықпен өткізіп жүрді. Келесі жылдың жазында сұқсыр мен сусыма әбден толысып кеменіне келгендей болды. Кішігірім аңқұсты қағып түсу, тойынын алып, рахаттана демалып, ұйқыға бату әдеттеріне айналды. Міне осы кезде әртүрлі күбір-күбір сыбырға тап болды. Зіңгіттей мықтылардың бірісің, ана ілмеген бәлені көлеңке қысатып соңына ертпей-ақ күн көруге толық мүмкіндігің бар емес пе? Тағы да тапқаныңды аузына тосасың, сол жетпеген еді десті күңкілдескендер оңаша қалғанда. Сұқсыр ойланып қалды. Қалай дегенмен де шындығы бар сияқты көрінді. Ал сусыманың таныстары жаны ашығансып, аяғансып оған мүсіркеген сыңай танытты. Амал айласы асып төгілген білгіш деп кім айтады сені? Азу түсі ақсиған бәленің қолбаласы сияқтың. Барып кел, алып келіне зыр қағып жүгіресің де жүресің. Әлде жеке басы өмір сүре алмайтын бейшарамысың? Өзегі талып ашаршылыққа ұрынған күні сені жұта салады ғой, соны да білмеймісің? Алғашқы
алғашқы айларда екеуінің де көңілінде күдік ұялады да біртіндеп ұлғая түсті. Сырттай тату көрінгенімен ішкі түйсіктері іріп бара жатқандай, сұқсыр ептеп ірі сөйлейтінді шығарды. Кейде Сусыма оның көзінше менсіне қоймайтынын аңғарып қалатын болды. Еруліге қарулы дегендей бұл да ептеп қырсыға салатын жаңа мінез тауып алды. Алайда сіз бізден алыстап кеткен жоқ. Әлі де болса сыйласып жүргендей сыңай танытудан жаңылмады. Бір күні екеуі орман арасында оқ тиіп өлген бұғыға тап болды. Тойғанша қоректеніп қалғанын, қопсып жатқанын жапырақпен жасырды. Құдай бұйырса ертең тағы келеміз, үйден бірге шығайық. Сұқсыр серігіне көзін төңкере қарап қойды. Бейне ертерек жетіп ептілік жасамаса дегенді аңғартқандай. Досының жүзінен ішкі ойын түсіне қойған Сусыма жарайды деді аңқау сетіл қатып. Үйіне бара қайтқанда ол қарап жүрген тұғын. Кенет ұйқыдан жатқандар басын көтерісіп алды. Шамасы әлдененің исін сезген болар деді мұрт тұсы қайта жата беріп. Бұл өңірде аңның алуан түрі табылады. Ертең Көктөбеге барамыз. Онда бұл жырақтар жыртылып айырылады ғой. Ерте тұрамыз. Ұйқыны қандырып ал. Екеуі төсекке қайта жайғасты. Олардың көзін көкейіне Сусыма үйге барғасын да жөнді ұйықтай алмады. Санасындағы қабаттасқан алуан түрлі жоспарлар легі тыныштық бермеді. Таң азаннан тұрып орманға барған екеуі кешегі көміп кеткен бұғыларының қаңқасын ғана қалғанын аңғарды. Енді қайттік, сасқалақтаған Сұқсыр күйініп кетті. Бұл аю мен жабайы иттердің әрекеті. Сусыманың қасқырлар деуге аузы бармай сөзді осылай түйіндеді. Біріне бірі сенімсіздікпен көз тастаған олар біраз уақыт үнсіз отырып қалды. Жоққа жүйрік жетпейді. Жағдай осылай болды. Қам-қарекетсіз жол беру керек бейшараның әдеті. Сондықтан шаруаны шындап қолға алуымыз керек. Сусыма қабағын түйіп қойды. Әрине аш құрсақпыз. Алайда еңсемізді түсірмей Көктөбеге барайық. Қазір онда аңнан басқа тірі жан жоқ. Нәпақамызды сол жерден табатынымызға сенімдімін. Сұқсыр бірден келсе кетті. Төңірекке жарық түсе бастаған бүлгіге басқан бұлар етегіне ілінді. Аздап демалған соң жоғары көтеріле бастады. Қырқаға жете бергенде аяғыма шөңге кіріп кетті, деді Сусыма ауырсынғандай сыңай танытып, тіпті ашытып жіберді. Кенет әлдененің гүрс еткен ащы даусы естілді. Қасындағы қалқайып тұрған досы түсіп, сайға қарай домалап бара жатты. Оның қалай құлағанын көргісі келген Сусыма отты таяқтың екінші рет атылғанын байқады. Сол мезет басына шойын шоқпар тигендей сұлап түсті. Кеше апақ-сапақтан түн ортасына дейін үңгірде тасыған бұғы еті қараң қалды. Енді ол құрт-құмырсқаға жем болатын болды. Қызғанғанның қызыл итке бұйырды деген осы екен-ау. Құрметті оқырмандар, сіздер менімен бірге болып бірнеше ертегіні тыңдадыңыздар. Келесі ертегілерді екінші бөлім етіп шығарамын. Оразбай Байбақұлының ұят деген не деп аталатын ертегілер әңгімелерін зейін қойып тыңдап, өздеріңнің келешекте кемел бала болатындықтарыңды дәлелдеңдер. Әр адамның өзіндік пікірі, ойы болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше амандықта жүздесейік.